мемлекет және қоғам қайраткері Әнуар Әбілжанов 95 жасқа толар еді. Біздің ағамыз қазақтың үлкен азаматы, интеллигенті тұлғасы Әнуар Әбілжанов. Әнекеңнің өмір жолы ол үлкен руханияттың, оның ішінде әдебиеттің, саясаттың, мәдениеттің, тарихтың биік шыңына шығуының үлгісі. Ол кісі баянда керемет ойнаған, ол кісі домбырада керемет ойнаған, ол кісі керемет айтысқа қатысқан сол уақытта. Өлтірмесін, болашағым жырласын, өзің жазған ерен еңбек жыр қалсын, 95-ті елеп отыр еліңде, тойла қазақ, Әнуардың 100 жасын деп. Ай, бәрекелді. Жұлдыз болып жандың шексіз аспанда, ел ұмытпас ерлігінде ешқашан, атын мәңгі жазылар әрі дастанға. Әнуар деп қойса керек ырымдап, әкесі атым Әлімжанов Тұрлыбек. Ата тілек қабыл болып Әнуар, сөзге айналды, көне сарын әні бар. Қандай ыстық, жерге деген махаббат. Адам болды, бағдар шамдай пәруар. Төреде болып төр кетті, турасын айтып өр кетті. Барлайтын елдің ертеңін шарлап та келіп жер көкті. Қайығы жүйрік кемеден, жазығы биік төбеден, алдына келген адамның атасы басқа демеген.